Сәлем достар, менің атым Ильяс. Сіздерді бүгін көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі видеоның тақырыбы сапалы бал мен сапасыз балдың айырмашылығын үй жағдайда қалай айыруға болады, сол жайлы болады. Мұқият болыңыздар. Оны анықтау үшін достар, мынандай бал керек. Кәдімгі бал сатып аламыз. Менің үйдегі балым. Мынандай кішкене қасық аламыз. Мынаған араластырамыз. Егер подделка болатын болса, бұл ішінде тез еріп жоқ болып кетеді. Және де түбінде не қалады андай? Түбінде астатықтар қалады. Бұда ондай қалмау керек. Сапалы балымыз ол тез еріп кетпейді. Және де ешқандай түбінде астатық дейді ғой, яғни сондай нәрсе қалмайды. Көрдіңіз, ешқандай астатық жоқ. Қараңыздар. Ештеңе жоқ. Так, енді екіншісі нәрсе. Екінші эксперимент. Ол бұлай болады, аласыз. Сөйтіп мынандай салфетканың үстіне қоясыз. Бұл салфеткада тамған балыңыз егер сапалы болса, дәл осы кейпінде қалады. Егер сапасыз болса, жан-жағында басқа бірдеңелер шығады. Мысалға, қант сияқты нәрселер шығады. Бір-екі минуттың ішінде бұл жан-жағына, жаңағыдай салфетканың жан-жағына Онда көрсетейін бе қазір? Қазір көрсетейін, мынандай нәрсе шығады. Мысалы, су тамған сияқты да, су. Осы жан-жағы осындай су болып тұрады. Түсіндіңіздер ғой, Келесі лайфхакымыз, мынандай бал қасыққа балды саласыздар. Сосын спичкамен немесе зажигалкамен астын күйдіретін болсаңыз, жайлап ериді, және де бүршіктенеді бұл. Қазір көресіздер. Ал басқалар болса, тез еріп су болып кетеді. А бұл обычный болды. Менде үйде зажигалкада жоқ, спичкада жоқ, сосын плитка қолданып отырмын. Қарап қойайын. Тағы да айта кететін жайт, егер балдарыңыз бал сұйық болса, қоңыр, оны сұрау керек. Егер 1-2 айда, 1 айда бұрын жиналған болса, онда натуральный болады. Ал егер 5-6 ай болған, 7-8 ай болған болса, онда болмайды. Потому что 3-4 айдың ішінде уже осындай сары болып отырып қалады. Натуральный. Көрдіңіз, равномерно дейді ғой, яғни тең-тең жайлап қана ериді. Сондықтан балды әбден таңдап алу керек.
сөйтіп эксперимент жасауға болады. Немесе жаңағыдай салфеткамен көрсеткен нені сол базардың өзінде жасауға болады. Көрдіңіз, жайлап қана. Наверное, еріп бітті. Вот өйстіп қарауға болады. Қазір бүршіктен отыр. Камерадан көрініп отыр ма, көрінбей отыр ма? Вот, осындай болады, например. Бүршіктенеді. Көрдіңіздер ғой, Достар, бұл лайфхакқа қоса айтатын болса, үйдегі барлық тәтті дәмділеріңізді балмен ауыстырып, көк шай мен лимон қосып ішетін болсаңыздар, денсаулықтарыңыз әлде қайда жақсы болар еді. Бұл видео сіздерге пайдалы болса, таныстарыңызбен бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, осы каналға қосылыңыздар, және де пікір қалдырып, келесі қандай видео түсірім керек, соған маған ұсыныс жазыңыздар. Солай. Сау сәлеметте болайық, амандықта кездесек, сау болыңыздар.